Мен Испулатова Айзада Испулатқызы, Атырау облысы Мақат ауданы номер 76 Латиф Шахатов атындағы орта мектептің математика пәні мұғалімі. Еңбек өтілім 2 жыл 4 ай. Ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп, Абай атамыз айтқандай, мұғалімнің негізгі қызметі жаңа қоғамға сай, білімді, тәрбиелі, бәсекеге қабілетті адам қалыптастыру. 2014-2018 жылдар аралығында Халел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетін бітірдім. 2003-2014 жылдар аралығында Латиф Шахатов атындағы орта мектебін тамамдап, өзімнің алтын ордама қайта оралып, 2018 жылдан бері математика пәні мұғалімі болып қызмет атқарудамын. Менің өмірлік ұстанымым адам баласы адам баласынан ақыл, ар, мінез деген нәрселерден ғана озады, қалғаны бекершілік. Менің мақсатым еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуына өзіндік үлес қоса алатын, өзіндік ой пікірі бар, жан-жақты дамыған, білімді де білікті тұлғаны дайындап тәрбиелеу. Ұрпақ тәрбиесі адам баласының асыл мұраты мен болашағы мемлекетіміздің іргетасы болғандықтан, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев халқымыздың алдында 21 ғасырды құрушы іскер, өмірге икемделген, жан-жақты мәдениетті жеке тұлғаны тәрбиелеу керек деп міндет қойды. Сондықтан да мектептегі әр болашақ жастарды жан-жақты мәдениетті жеке тұлғаны тәрбиелеу мен үшін аса маңызды. Алғаш ұстаз деген жарықтан бойға білімді айтқан нұр бол. Еңбегі бар ақталған бала қиял тәтті арман, ұстазыма сақталған сыр көп. Бас иемін мәңгі есімде гүл ұсынған, көкке қиял пошырған. Менің жетістіктерім 2018-2021 жылдар аралығында қол жеткізген диплом бірінші дәрежелі үздік нәтиже республикалық әдістемелік журналдан иелендім. Аудандық жастар ресурстық орталығын ұйымдастырумен білім реңк интеллектуалдық ойында 3-ші дәрежелі орынға қол жеткіздім. Оқушыларымның жетістіктері 2019-2020 жылдар аралығында халықаралық интеллектуалдық математикалық кенгуру конкурсында жүлделі 2-ші дәрежелі диплом иеленген 5-ші сынып оқушылары Испулатқызы Әсел, Мақсот, Ағдаулет, Нұрланқызы Дилназ және де 7-ші сынып оқушысы Беркінғали Дамира. Математика пән олимпиадасына дайындаған оқушым 2019 жылы жүлделі 1-ші орын иеленді. Және де 2020 жылы кәсіпкерлік және бизнес негіздері пәні бойынша курстан өттім, білімімді арттырдым. Мұғалімнің сөзі мен ісі жасанды емес, шынайы болуы шарт. Назарларыңызға рахмет.